Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2009 жылғы керемет экшн фильмінің сюжетін талдаймыз. Ниндзя өлтіруші. Асокадағы якуза клубының көсемі өзіне қайта тату жасатуға келеді. Оған бейтаныс жіберушіден конверт әкелгенде, оның ішінен тек қара құм тауып алған кезде, суретші қолынан таяғын түсіріп алады. Суретші шошып кетеді, өйткені бұл ниндзя руының қара белгісі, және оны алған адам жақын арада өлімге душар болады. Бандиттер қартқа күледі, барлық соғыс оқиғалары көлеңкелі екеніне сенімді. Тек олар ойдан шығарылған деп ойлайды. Күтпеген жерден қарақшылар бірінен соң бірі келе бастайды. Көзге көрінбейтін жауынгердің ең өткір жүзі олардың денелерін кесіп тастайды. Жетекші өз өмірі үшін кез келген ақшаны беремін деп айқайлайды. Бірақ бұл пайдасыз, оның басы денесі бөлініп жатыр. Ниндзя ақыры көлеңкеден шығып, артында куәгер қалдырмай, тату суретшіні өлтіреді. Берлинде Еурополдық штат пәтерінде агент Мика Каретти мен басқа агент Райан Маслоумен күшті саясаткерлерді өлтірумен Зунодан шыққан рудың арасындағы байланысты тапқанын және оның ниндзя өлтірушілер руы екеніне сенімді. Қыз клан Асокада якуза қырғынын Зуна жасады деп сенеді. Маслоу ниндзяға сенбейді, бірақ әріптесіне әрі қарай тергеуге көмектесуге келіседі. Дәл осы уақытта Берлинде Райдзе қоғамдық кір жуатын жерде киімін жуып жатыр. Сүйкімді қыз одан көмек сұрайды, өйткені ол кір жуғыш машинамен жұмыс істей алмайды. Күтпеген жерден сұлу ұзын жүзді пышақпен жігітке шабуыл жасап төбелес басталады. Кір жуатын орнының қызметкері жүгіріп келгенде кір жуғыш машинадан адам денесінің бөліктерін көріп шошып кетеді. Келесі күні түскі ас кезінде Маслоу Микаға өзінің КГБ-дағы әріптесі Алексей Сабатина туралы анықтама бергенін айтады. Ол қырғи қабақ соғыс кезінде көптеген ықпалды адамды Зуна өлтіргеніне сенімді болған. 9 ру жасаған кеңес басшылығы бұл туралы біліп, агенттің басы кетті деп шешті. Райде Берлиндегі жалдамалы пәтерге оралады. Ол өзінің барлық өлтіретін құралдарын тексереді, өйткені үй иесі жақында үйге кіріп кеткен. Жігітті Зуно өзіне паналатып, өз руына қабылдаған. Балалық шағын еске алады. Ру басшысы көше баласына ниндзялардың жолына түсетінін түсіндіреді. Өмір оның ойынша үздіксіз шайқас, аман қалуды, әлсіздіктерді жеңуді және ештеңеден қорықпауды үйрену керек. Райде шебердің сөзін еске түсіріп, көп жаттығады. Зунодан келген әрбір қателік үшін айыптарын аяусыз ұрып жатыр. Керейко түнде Райдоға үнсіз жақындап, оның жараларын емдейді. Мика Алексей Сабатинаның жесірі Марияның үйіне келіп, оның ықпалды кеңес саясаткері Жуковтың өлтіруіне қатысты тергеуі және 9 рудың құпиясы туралы көбірек білу үшін келеді. Үй иесі жұбайы білген фактілер оны қатты қорқытқанын айтады. Ол үйдің айналасына шамдар, камералар мен қозғалыс датчиктерін орнатқан. Көп ұзамай Алексейге жұмбақ адам келді, ал бұл үйден шыққан кезде үй иесі қатты қорықты. Түнде үйдің айналасындағы барлық шамдар сөніп, күйеуін жұмбақ көлеңке өлтіреді. Мария Микаға 9 руға қатысты тергеу материалдарын береді. Бейне камерадан қара костюм киген адамдардың бірінің бетін түсіріп алған. Оның жеке басын анықтау ғана қалды. Райдер болса қару-жарақпен қарқынды жаттығуларын жалғастыруда. Ол басқа оқушылармен бітпейтін споринг ойындарды есіне алады. Өйткені көптеген адамдар кез келген жағдайда жеңіске жетуге тырысты. Зунудо тәрбиеленушілерін аямады және оларға тозақ азабын тигізді. Олар жеңіске жету үшін бәріне төтеп беруге міндетті екеніне сенімді. Көп ұзамай Миканың кеңсесіне арнайы бөлімнен агент Забронский келіп, оның соңғы уақытта Маслоудан ерекше бірдеңе байқағанын білу үшін келеді. Қыз тек иығын көтереді. Кездескенде Маслоу өзінен де Мика дәл осылай сұрағанын айтады. Ол 9 рудың қызмет әлеміндегі ең ықпалды саясаткерлер пайдаланатынына сенімді. Сондықтан олардың тергеуі өте қауіпті болуы мүмкін. Үйде Мика Сабатинаның жазбаларынан ниндзяларды рудың өмірі, олардың өмірінен әлде қайда маңызды екенін үйрететінін түсінеді. Оның ниндзя руы үшін көлеңкелер бәрін жасайды. Райдер Керейко жіптерін қалай кескен есіне алады. Содан кейін ол қыздың осыған байланысты қиындыққа тап болатынын айтады. Бірақ ол барлық тіршілік иелерінің, тіпті ағаштардың да жүрегі бар екеніне және өмірде өз жолын таңдауға құқығы бар екеніне сенімді. Райдер жүрегі жоқ екенін айтады. Керейко оның орнында екенін біледі және оның тыңдауға мүмкіндік береді. Зуно шәкірттеріне 1 жыл бойы бір сезімсіз өмір сүретінін хабарлайды. Райдер 1 жыл бойы көзін байлап, толық қараңғылықта күресуге мәжбүр болады. Күрескер сынақтан сәтті өтеді. Көзі байланған жігіттің есту қабілеті дамығаны сонша түнде оған бірнеше метр қашықтықта орналасқан Керейконың жүрек соғысы естіледі.
Керико басқа оқушылармен шайқаста жеңіске жетті. Зуно жеңілгеннің денесін тыртық қалдыруын айтады, бірақ ол бас тартады. Содан кейін шебер пышақты алып Кериконың бетін кесіп терең тыртық қалдырады. Содан кейін оны бірнеше күн торға қамап тастайды. Райдер қызды аяп, оған бірнеше жұтым су береді. Жаңбырлы түнде Керико рудан қашуға бел буады. Райдер қызға Зуно тауып алса, жүрегін кесіп алатынын ескертеді. Керико шеберден қорықпайды. Жігітті сүйіп өзімен бірге шақырады. Бірақ ол бас тартады және жүрегі ауырып қашып бара жатқан досына қарайды. Қазіргі уақытта Райдерге біреу звондап, келесі нысаны агент Миканы атайды. Масло жер асты автотұрағында Микаға көлікке отыруын айтады. Олардың тергеуіне байланысты арнайы жасақ оның кеңсесін төңкеріп тастағанын түсіндіреді. Ол қыздың артынан аңдуы мүмкін екенін ескертеді және оған мылтық береді. Үйге келгенде Мика қатты күйзеліске түседі, өйткені бүкіл ғимаратта жарық жоқ. Жерден ол қара құм салынған конвертті көріп шошып кетеді. Ниндзя оны қылышпен өлтірмекші болды, бірақ басқа көлеңкелі жауынгер оны шынжырмен тоқтатады. Төбелес басталады. Онда шынжырлы жауынгер қарсыласын өлтіреді. Ниндзялар оны жоймайынша тоқтамайтынын ескертеді. Жігіт бетпердесін шешіп жатыр. Мика оның түрін таниды. Алексстің үйінен түсірілген кадрлардан көрген. Екеуі пәтерден тағы бірнеше ниндзялар кірер алдында кетіп қалады. Райдер Зануданың ізбасарлары Кериконы қалай қуып жеткенін есіне алады. Шебер қылышты өзінің ең жақсы шәкірттерінің бірі Такешиге беріп, қашқынды өлтіруге бұйрық береді. Такеши жымиып пышақты қыздың жүрегіне тіке қадайды, ал Райдер оған ештеңе істей алмай қарап тұр. Райдер мен Мика қауіпті жерден көлікпен кетіп бара жатқанда Зонадан алғашқы тапсырмасын есіне алады. Ниндзя қоғамдық дәретханада өз құрбанын қуып жетеді және дайындалған жауынгерлермен күресу үшін көп күш жұмсайды. Ғимараттың төбесінде ол өлтірілген адамның сағатын шеберге береді. Бірақ ол рудың өмірі олардың өмірінен маңызырақ екенін еске салу үшін оны өзіне қалдыруын айтады. Зуно Райдерге қашып кетпек болған тағы бір оқушыны өлтіруге бұйрық береді. Бірақ оның орнына шынжырдағы жүзі бар пышақпен Зононың бетін терең тыртық қалдырады. Ру мүшелері сатқынды өлтіруге келгенде ол бірнеше жауынгерді өлтіреді, бірақ өзі де ауыр жарақат алып, үлкен биіктіктен бассейнге құлайды. Райдер Микаға Зуноға жететінін айтады. Екеуі қонақ үйге келеді. Мұнда жігіт қызға душ қабылдап, таза киім киіп, үстіне темекі иісін сіңдіреді. Өйткені ниндзялар құрбандарының иісін іздейді. Қасқыр сияқты. Мика Райдермен келесі әрекеттерді талқылау үшін Маслоумен кездеседі. Ниндзя бірден тұтқиылды сезеді. Қараңғылықтан ондаған жедел қызметкерлер пайда болып, жігітті тасермен нокаутқа жібереді. Райдерден жауап алу үшін жасырын баспанаға келеді. Маслоу Микаға бастықтардың бұйрығын орындағанын түсіндіреді. Олар күшті адамдардың өлтірулерін ашқысы келетінін сияқты. Ол қызға қауіп төнген жағдайда оның орналасқан жерін білу үшін маяк береді. Мика байланған Райдердің қасына келеді. Ол ниндзялардың жақын арада осында болатынын хабарлайды. Маслоуға ескертуге тырысады, бірақ ол жай ғана күледі. Көлеңке жамылған бірнеше ниндзялар ғимаратқа жасырын кіріп, сарбаздарды бірінен соң бірін өлтіреді. Нағыз тозаққа айналып жатқанда Мика Райдердің камерасына кіріп, оны босатады. Жігіт қызға көлікке баруын бұйырады, ал өзі рудың жауынгерлерімен айналысады. Бірнеше ниндзяларды өлтіргеннен кейін жігіт қашып кетуге мәжбүр болады, өйткені жаңа жаулар келе жатыр. Бұл кезде Мика газды қатты басып жатыр. Оның көлігіне бірнеше көлеңкелі жауынгерлер шабуыл жасайды. Жарақат алған Райдер өз руының жауынгерлері ізінен қуып келе жатыр. Ол адам көп жүретін жолмен жүгіріп келеді. Кеше Райдердің ішін қылышпен кесіп жібереді. Райдерді өлтірейін деп жатқанда қыз көлігімен қағып жолдасын құтқарып үлгереді. Қыз мұндай жарақатпен шұғыл түрде ауруханаға бару керек екенін түсіндіреді. Бірақ күрескер оны қонақ үйге апаруын өтінеді. Көп ұзамай Масло әскерлермен бірге кіріп, Миканы ғана көреді. Ол Зунодадан шыққан ру мүшелері жараланған Райдерді 10 минут бұрын өздерімен бірге алып кеткенін айтады. Рудың жасырынған жерлеріне бара жатып, Райдер өзінің терең жараларын құпия ниндзя әдістерімен емдеуге тырысады. Райдерді Зуноға жеткізілгенде, өкінішпен күрескердің шәкірттерінің ішіндегі ең жақсысы болғанын және рудың келесі басшысы болатынын айтады. Бірақ ол ниндзяның намысын қорлады. Сол үшін жауап беру керек. Райдерді тірекке байлап, аяусыз ұрып жатыр. Райдердің аузынан қанмен бірге маяк шыққанын көреді. Қаруланған сарбаздардың бүкіл әскері базаның аумағына кіріп, ниндзялар көлеңкеде жасырынып қалмас үшін жолын прожектормен жарықтандырады. Әскерлер ниндзяларды атып жатқанда Мика жігітті босатады. Ашық жерде көлеңкелі жауынгерлердің қашуға мүмкіндігі жоқ. Бірақ бірнеше сарбаз ғимаратқа кірген бойда Такеши оларды найзағай жылдамдығымен қылышпен өлтіреді. Сонымен бірге Райдер бірнеше ру мүшелерін өлтіреді. Ең жақсы екі жауынгер ақыры өлімге келетін жекпе-жекке жиналады. Такеши қылышпен соғысып, жүзі бар шынжырмен Райдер тамағын жарып жібереді. Жігіт келесі залға барады.
Зун оны көреді, оған шабуыл жасағысы келеді, бірақ ол бөлмеде көлеңке сияқты қозғалады. Шебер шәкірт үшін тым күшті болып шығады. Онымен мысық пен тышқан сияқты ойнайды. Райдердің бірде-бір шабуылы Зунодан өте алмайды, ал шебер жігітті соққыдан кейін ұрады. Зуно оқушысын өлтірмекші. Пайда болған Мика арқасынан атып тастайды. Зуно қайтадан ауада жүреді, ал пайда болғаннан кейін қыздың жүрегін тесіп өтеді. Райдер барлық күш-жігерін жұдырығына жинайды. Өмірінде бірінші рет көлеңке техникасын қолданады. Зуноның артында пайда болып, оны қылышпен өлтіреді. Өтіп бара жатып Миканың жүрегінің соғысын естиді. Таң қалып, оны далаға шығарады. Қызды аномалия құтқарды екен. Оның жүрегі оң жақта. Дәрігер оның сауығып кететініне сенімді. Әскерлер базадан кетіп бара жатыр, ал Райдер ғимараттың төбесіне шығып, күннің шығуын қарсы алған кезде жымиды. Жаңа кездесулер алдында да көргеніңіз үшін рахмет.